Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін осындай бургердің мамықтай жұмсақ, керемет дәмді болып шығатын булочканы дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды қосып, оның үстінен тұзымызды, қантымызды, аштығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен ерген сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызды ситадан өткізу арқылы кезек-кезекпен аз-аздан құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр иленіп шығу керек. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан қамырымыз осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Қамырымызды бірнеше бөліктерге, бірдей бөліктерге, шамамен 100 граммнан бөліп аламыз. Бөліп алған қамырымызды осылай дөңгелектеп, шарик формировать етіп, противенімізге қағаз төсеп тізе бастаймыз. Осылай дөңгелектеп булочкаларымызды жасап болғаннан кейін бетіне шамалы ұн сеуіп, бетін пищевой пленкамен немесе целлофанмен жауып, тағы 20 минутқа көтерілуге қоямыз. 20 минутта булочкаларымыз әдемі болып көтеріледі. Оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп, духовкаға жібереміз. 190 градуста алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 20 минуттай пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай булочкамыз жұмсақ, сондай әдемі болып шығады. Сіздерге де міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Менің рецептім сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Арнамда келесі рецепт осы булочкалармен дайындалатын бургердің рецептісін шығаратын боламын. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.